Олжас Сүлейменов 1936 жылы 18 мамырда Алматы қаласында дүниеге келген. 1959 жылы КазМУ-дың геология факультетін бітірген. Максим Горький атындағы әдебиет институтында оқыған. 1962-1971 жылдары Казахстанская правда газеті редакциясында бөлім меңгерушісі, Қазақфильм киностудиясы сценарийлік редакциялық алқасының бас редакторы, Простор журналының бөлім меңгерушісі, 1971-1981 жылдары Қазақстан жазушылар одағының хатшысы, 1981-1983 жылдары Қазақ КСР кинематография жөніндегі мемлекеттік комитетінің төрағасы, 1983-1991 жылдары Қазақстан жазушылар одағы басқармасының бірінші хатшысы, Қазақстан Республикасының жоғарғы кеңесінің депутаты, Невада Семей қозғалысының төрағасы, 1995 жылдан Қазақстанның Италиядағы төтенше өкілетті елшісі болды. Бүгінде Қазақстанның ЮНЕСКО-дағы төтенше өкілетті елшісі және тұрақты өкілі. Туындыларын орыс тілінде жазады. Өлеңдері мен поэмаларының алғашқы жинағы Арғымақтар 1961 жылдардан бері шыққаннан кейінгі Адамға табын, жер енді өлеңдері бүгінгі ТМД елдер халықтарының көптеген тілдеріне, шет ел тілдеріне аударылып, жеке-жеке кітап болып бірнеше рет басылды. Кинодраматургия әдеби зерттеу саласында да еңбек етіп жүр. Оның жазған сценарийі бойынша Атамекен, Көгілдір маршрут, Қыс қолайсыз маусым, Мұхтар Әуезов туралы сөз, Үндістан сазы, Жастық шақ заставасы, тағы да басқа фильмдер түсірілген. Аз ия, язык письма атты тілге қатысты зерттеулері жарық көрді. Жалынның шалқуы атты өлеңдер жинағы француз тілінде шықты. Ядролық сынаққа қарсы Семей Невада қозғалысының халық конгресі партиясының лидері, Қазақ КСР Абай атындағы мемлекеттік сыйлығының Қазақстанның халық жазушысы, Қазақстан меценаттар клубының Тарлан сыйлығының лауреаты. Еңбек қызыл ту, құрмет белгісі, Октябрь революциясы, бірінші дәрежелі барыс, отан ордендерімен, көптеген медальдармен марапатталған. Азербайжан Республикасының Шухрат орденімен, Украинаның Ярослав Мудрый, Шешен Республикасының, Францияның және Ресейдің достық ордендерімен марапатталған.